Ана баланың сұрағанын берсеңдерші жылатпай. Баланың өстіп жылап қалауына қол жеткізіп алғанның өзінде біздер үшін үлкен сабақ жатыр ғой. Мына біз кейде Алла тағалаға айтамыз ғой: Алла тағала, мен сенен ананы сұрадым, бермедің, мынаны сұрадым, бермедің, нәсіп ет дедім, нәсіп етпедің, қиындыққа тап болдым, одан шығармадың сен, деп Алланың есіктерін тарс еткізіп жауып қойып жатамыз кейде. Негізі олай істеуге болмайды екен. Жалпы Алла тағаладан сұраған кезде осы жас бала секілді Алланың есігінен кетпей сұрау керек екен ғой. Мына балаға қараңызшы, мысалы. Бала өзінің қалағанына қол жеткізбейінше, өзінің алғысы келген дүниесін алмайынша, соған жеткенше жылауын тоқтатпайды ғой. Ал біз не істейміз? Алла тағаладан кішкене ғана қолымыз жаямыз да аздаған бірдеңе сұраймыз. Алла тағалам, сен маған бермедің дейміз. Олай емес. Егер біз де Алла тағаладан осы жас бала секілді сұрағанымызға жетпейінше қолымызды түсірместен сұрайтын болсақ, Алла тағала міндетті түрде біздің дұғаларымызды қабыл қылады. Алла тағала айтады ғой: кімде-кім маған алақанын жайып менен бір нәрсе сұрайтын болса, мен оның алақанын құр қайтаруға ұяламын дейді. Дұғаға бір лайфқа қайта салайыншы осы жерде. Секундомер деген нәрсені қойып, сөйтіп дұға қылсаңыз, өзіңіздің қанша уақыт Алла тағаладан сұрай алатындығыңызды біледі екенсіз. Біз қазір қолымызды жайсақ, Алладан сұрайтын дүниеміз өзі 1-2 минутта бітіп қалатын сияқты. Сол себепті кішкентай балалардың өзінен үйренетін сабақтар жатады.